Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісемін. Негізінен қуырдақты жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындайды. Сіздер өз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен сиырдың балғын етімен бірге өкпе, бауыр, жүрек және құйрық май қосып жасап көрсетемін. Кез келген тағамға ерекше дәм беретін құйрық май болғандықтан құйрық майды бірінші осылай турап алдым және қара кесек еттерінен де қосып ұсақтап тураймын. Негізі қуырдақта малдың іш майынан да қуырсаңыздар болады, бірақ мен бірінші қазанға сұйық май құйып, одан кейін құйрық майды жақсылап қуырып қызарғанша кішкене майы шығыртып аламыз. Одан кейін барып етті салып қуырамыз. Етті салғаннан кейін жүректі де бірге салып 15 минуттай қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып жатқан кезде үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да бұқтырамыз. Етіміз қуырыла бергенше біз деген бөтегеміз бен бауырымызды турап шығамыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, сіздердің қуырдақтарыңыз тура ресторандағыдай болып шығады. Өте дәмді әрі сулы болып, міндетті түрде өз отбасыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бөтегемізді турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Енді бауырымызды тураймыз. Видеода көрсетілгенде ұсақтап турап шықсаңыздар болады. 15 минут өткеннен кейін қазанымызды қақпағын ашып, өкпемізді қазанымызға саламыз. Оның үстіне 200 граммдай су құйып, тағы да бір жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Етіміз жұмсарып піскеннен кейін үстіне туралған бөтегемізді саламыз. Тағы да араластырып, бетін жауып қоямыз. Бөтегеміз кішкене пісіріңкірегеннен кейін бауырымызды саламыз. Бәрі піскеннен кейін. Біздің етіміз жақсылап әдемі болып қуырылуы керек. Мен газдың астын орташа қылып қойдым. Етіміз жұмсақ, балғын болып пісу үшін. Етіміз пісеміз дегенше біз картошкамызды турап дайындап алдық. Енді бетіне қарынды салдым. Қарынды мен алдын ала пісіріп алдым, дайындап. Картопымызды біз етіміз әбден бәрі пісуіне жақындағанда ғана саламыз. Картопымызды бәрін салып, енді бетіне дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көз мөлшерімен салсаңыздар болады. Мен тұзды 2-3 қасықтай салдым. Дәмді болу үшін. Тұзды салғаннан кейін араластырып, бәрін қасықпен араластырып шығамыз. Араластырғаннан кейін мен қайнап тұрған 200 граммдай суды үстіне құйдым. Үстіне су құйып болғаннан кейін бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырып қойдым. Қуырдағымыз дайын болғаннан кейін ыдысымызға салып, ыстықтай дастарханға ұсына берсек болады. Біздің қуырдағымыз 2 сағат ішінде жұмсарып, осындай әдемі болып пісіп шықты. Мінекей достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет жұмсақ болып шықты. Сіздер де осылай жасасаңыздар, сіздердің де қуырдақтарыңыз осылай дәмді болып шығады.